Бірлік, тұрақтылық, жасампаздық. Бұл Нұр Отан партиясының алдағы 5 жылдағы негізгі 3 ұстанымы. Партияның кезекті съезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Президент сондай-ақ жұмыссыздықпен күресу жалпыға ортақ міндет екенін де атап өтті. Бүгінде әлем бойынша 250 миллион адамның қол қусырып отырған мысал ретінде келтірді президент. Қазақстанда жұмыссыздықты мүлде жоюға тарлық мүмкіндік бар. Ол үшін шағын несиені көптеп беріп, халықтың кәсіппен айналысуына мүмкіндік жасау керектігін айтты елбасы. Мен отандық бизнеске қаражатын өзіміздің елдің игілігіне үлес қосуға шақырамын. Байлық та, бақыт та, өмір де өз еліңде. Сырттан бақыт іздегеннің ісі баянды болған мен көргем жоқ ешкімнен. Қанша миллиардер болсаң да, қызықтың барлығы өз еліңде, өз бала-шағаңның жанында.